Атом электростанциялары бұл баламалы энергия көзі болып есептеледі. Өйткені энергиясы көп, оған қарамастан артынан шығатын қоқыс өте аз. 26 сәуір күні 1986 жылы барлығыңыз білетін шығарсыздар, Чернобыль АЭСі жарылған болатын. Бұл тарихта қалған ең үлкен радиоактивті апаттардың бірі болды және көптеген адамдар қаза тапты, көбісі инвалид болып қалды, мутацияға ұшырады және жалпы айтқанда зардабы өте үлкен болды. Оның себебі не үшін, антропогендік факторлар қалай әсер етті, қалай апат жасалды деп астарларына кірмей-ақ қояйық. Айтпағым, атом электростанциялары негізінен өте керемет нәрселер, бірақ бір қате жіберсең, ол сені кешірмейді, зардабы өте үлкен болады. Мына костюмдегі кісілерді көріп тұрған боларсыздар. Бұлар ликвидаторлар. Және апат болған реакторлар тазалау үшін бұл еріктілер аттануда және артынан көп ұзамай радиацияның әсерінен қаза табады. Және бұл ерікті ликвидаторлардың жұмыстары шынымен де қиын болған. Апат болғаннан кейін жанындағы 500 шақырым жердегі тұрып жатқан бүкіл адамдарды басқа жаққа эвакуациялаған болатын. Жақын жердегі ауруханалар лық толып кеткен, тіпті орын жоқ. Енді сіз дәл осыған ұқсас Фукусима апаты болғанын білетін шығарсыздар. 2011 жылы теңіз астындағы зілзала әсерінен атом реакторы қирап, ол да зардаптары үлкен болатын. Бірақ бұл Чернобыльге қарағанда зардабы едәуір азырақ болды. Алайда білесіз бе, бұдан да едәуір қауіпсізірек, бұдан да едәуір мықтырақ реакторлар дүниеге келтіруге болады, энергия өндіруге болады, және бұл мүмкін нәрсе. Атом реакторлары басқа энергия көздеріне қарағанда пайдалы әсер коэффициенті жоғарырақ нәрсе болып табылады. Жылуды барынша максимум қылып береді және қоқыс шығармайды. Қоқыс шығарады, бірақ бұны қоқыс деп айтуға келмейді, өйткені артынан қоқыс болып шыққан суды қайтадан қолдануға болады және қайта қолдана беруге. Адам саны көп, оған қосылып қоқыстар көбірек шығарылады, сондықтан бізге қоқыс шығармайтын керемет бір баламалы энергия түрі керек болады және бізде керемет старт бар деп айтуға болады. Ол атом электростанцияларынан алынатын энергия көзі. Реакторлар негізінен уран элементінің 235-238 деген изотоптарын қолданады. Уран негізінде периодтық кестедегі ең ауыр элемент 92 протонымен. Уранның 235 және 238 изотоптары атом реакторларында қолданатын айттық. Ал изотоп деген не нәрсе? Изотоп деген протондардың саны бірдей, нейтрондардың саны әртүрлі болса, бұл изотоптар. Дәл сол сияқты, мына бір аталған уранның изотоптарында да дәл сондай. Уран 238 изотопында 146 нейтрон бар, ал 235-те 143 нейтрон бар. Атом реакторларында термоядерлік процесс әсерінен жұмыс жасайды. Қазақша бұл процесс қалай аталатынын білмедім, таппадым, сондықтан nuclear fusion деп аталады, ағылшынша солай атай беретін болам қазір. Егер қазақшасын білсеңіздер, комментке жазып кеттіңіздер, біліп жүрейік. Енді бұл процесс бойынша атомға бір радиоактивті бөлшектен соғысқан кезде ол атом тағы атомдарға бөлінеді және тағы бұл атомдарға радиоактивті бөлшектер соғысқан кезде олар тағы да бөлінеді, сөйтіп жалғаса береді және бұл өте аз уақыттың ішінде болатын процесс. Атом бомбалары, атом реакторлары осы процесс әсерінен жұмыс жасайды. Кішкентай бір атом өте үлкен энергия беріп, арғы жағынан түрлі генераторлар арқылы электр қылып өндіреді. Бұл зерттеулердің бәрі сол бір екінші дүниежүзілік соғыс кезінде пайда болған болатын. Яғни соғыста бүкіл бір қаланы қиратып жіберу үшін атом бомбалары керек болды. Содан атом бомбалары ойлап табылып, Нагасаки мен Хиросима жоқ болып кетті, бұны білетін шығарсыздар. Кейінірек мына бір аталған термоядерлік процесс, nuclear fusion, тек қана бомба жасап адамдарды қыру үшін емес, алапат энергия пайда болдыру үшін қолдануға болатыны белгілі болып, атом реакторлары пайда бола бастады. Бірақ соғыстың кезінде зерттеулер ең оңайырақ элементтерге басты акцент қойылды. Яғни уран элементінен басқа элементімен ғана шектеліп қалды. Басқа элементтер арқылы да алапат энергия өндіруге болатынын көбісі біле бермеді. Ал негізінде ураннан да пайдалырақ бір элемент бар еді, ол торий элементі.
Бұл қалай болады? Торий 232 термоядерлік процестермен уран 233 немесе плутоний 233 изотопына айнала алады. Және бұл изотоп 235 немесе 238-ге қарағанда басқарылуы оңайырақ реакторларда. Яғни бұндай реакторлар арқылы атом станцияларда жарып алмаймыз ба, жарылып кетпейміз бе деген қорқыныштар азырақ болады. Негізінен алғанда, торийге негізделген реакторлар кәдімгі реакторларға қарағанда қауіпсіз және таза. Оның үстіне элемент уран 235 немесе 238 изотоптарына қарағанда өте көп. Бір сенімді статьядан қарағанда, жер планетасы энергия тұтынуын осы қалпымен, осы ретпен жалғастыра берсе, торийге негізделген реакторлар 1000 жыл бойы жер планетасын энергиямен қамтамасыз ете алады екен. Тағы да бір пайдалы жағы, жанып жатқан кезде элемент инертті газдарда азырақ бөледі және осы арқылы ұзағырақ жаналады. Қытайды білетін шығарсыздар. Түтін басқан көшелері, олар ылғи маскамен жүреді. Мына коронавирус басталмай тұрып та олар маскамен жүру әдет болған тұғын халықтарына. Өйткені үлкен қалаларында түтін, жаман газ және тұман басып жатады, және соңғы жылдары осылардан арылу мақсатында олар бүкіл жылу электр станцияларын атом реакторларымен алмастырып жатыр. Атом реакторларынан алынатын энергия көзіне алмастырып жатыр. Кәдімгі уран изотоптарын пайдаланатын реакторлар. Бірақ кейінірек көптеген ғылыми зерттеулер жүргізіліп жасалып, торийге негізделген реакторлар болашағы өте зор екендігі және мықты екендігі, пайдалы екендігі біліне бастады, және әжептәуір инвестициялар осы торийге негізделген реакторларға құйыла бастады. The Guardian порталының 2014 жылғы статьясында Шанхай университетінің ғалымдары 10 жылдың ішінде ақ торийге негізделген алғашқы станцияларды жасайтынын айтқан екен. 2020 жылға қарай атом станцияларынан 60 гигаватт энергия, 2030-ға қарай бұл көрсеткіш 150 гигаватт энергияға дейін жоспарланып отыр жеткізуді. Қытаймен қоса Үндістан мен Индонезияда торийге негізделген реакторларда артықшылығына сеніп, оларда көбірек инвестициялар жасап жатыр және дамытып жатыр деп айтуға болады. Және болашақта торийге негізделген реакторлар шынымен уранның 235-238 изотоптарын шегеріп тастауы мүмкін. Ол кезде атом электр станцияларынан апаттар да азырақ болады, қауіпсіз болады, және болғанның өзінде апаттар салдарды ауқымды болмайды деп ойлаймыз және сенеміз. Қорытындылай келе, осы видеода біз кішкене химияны еске түсірдік деп ойлаймын, және торийге негізделген реакторлар болашақта энергия көзі болатынын топшыладық. Сонымен видеомыз соңына жетті. Пікір қалдырыңыз, барлығыңыздың пікіріңізді оқитын боламыз. Осы каналымызға тіркеліп кетіңіз. Біздің басқа да парақшаларымыз бар, оларға да тіркеліп кетіңіз. Және лайк басыңыз, дизлайк басыңыз, ұнаған комментарийіңіз жазыңыз. Келесі видеоларда жүздескенше.